Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен топперді, растяжкиді қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Бұл әрине тойбастар жасағанға қарағанда өте жеңіл. Егер сіздер үйде отырып бизнес бастағыларыңыз келсе, немесе декретте отырып ақша тапқыларыңыз келсе, онда біздің дайын шаблондар каналын алсаңыздар болады. Ол үшін осы видеоның астындағы описаниеде менің WhatsApp ссылкам қалдырылған. Сол WhatsAppқа жазсаңыздар жеткілікті. Әрине, ең алдымен бізде шаблон осылай шығады. Бір бетте екеуі түседі топпердің. Сіздер топперді 150, 200, 250 теңгеге сатсаңыздар болады. Ең алдымен осылай қиып аламыз ортасынан, өзімізге оңай болу үшін. Содан кейін мына керек емес бөліктерді полный қиып шығамыз. Барлығын қиып болғаннан кейін бізде осындай таяқшалар қажет. Бұны арнайы базарларда сатады. Мына басы үш бұрышты жаңағыдай кіретін зубочистка болады, сол сияқты болып тұрады. Соны астыңғы бөлікке қойып, осылай горячий клеймен жабыстырып шығамыз. Екі жерге горячий клейді құйып аламыз, ортасына және астыңғы жағына, өйткені біздің таяқшамыз шығып кетпеуі қажет. Міне осылай құйып аламыз. Содан кейін қазір енді осыған горячий клейм су кетпей тұрып, осылай таяқшаларды жабыстырып шығамыз. Міне осылай мен барлық топперлерді жабыстырып алдым. Ең соңында осылай үстіне қаттырақ басып, жабысуын қарауымыз қажет. Ал енді бізде растяжки. Растяжки бізде екі түрлі формада болады. Біреуі 1А4-ға екеуі сияды, немесе 1А4-ға біреуі сияды. Әрине, оның бағалары да әртүрлі болады. Мысалы, осы тұрғаны 100 теңге. Міне осылай енді дыраколмен төбесін тесіп аламыз. Қазір осы тесілген бөлікке ленталарды өткізіп шығамыз. Міне енді осылай лентаны өткіземіз. Содан кейін бізде барлығы дайын. Бұл екі жағында екі лентаны кішкене қалдырып қоямыз. Сол екі лентамен жарға жабыстыратын болады.